Құрметті әріптестер, өздеріңіздің қамыжыларыңызды күнделікке салғыларыңыз келсе, сіздер журналды басасыздар. Журналдан кейін өз сыныбыңызды басасыз, мысалы сабақ беретін. Одан кейін пәніңіз таңдайсыз. Осыны басқаннан кейін өз пәніңізді таңдайсыз. Пәніңізді ашасыз, сонда сынып журналы шығады, міне мынандай. Сынып журналы шыққаннан кейін сол күнгі, мысалы 4-90 дейсіз бе, қай күнді аласыз, соған саласыз. Одан шыққаннан кейін мына күнді басамыз. Мысалы керекті өзіңізге керекті күнді басқан кезде сізде сабақ парақшасы шығады. Осы сабақ парақшасында выбрать файл дегенді басып, осының ішінен сіз таңдайсыз. Мысалы қайда тұр жаңағы сіздің қымыжыңыз, мысалы 9-шы сынып қымыжысын аласыз да открыть дейсіз. Ашылғаннан кейін ол мына жерге жазылады, мінекей. Одан кейін жүктеуді басасыздар. Жүктегеннен кейін сол браузердің ішіне жүктеледі. Әр сабағыңыздың қымыжысын қысқаша бір беттік қымыжыларыңызды салуларыңызға болады. Оның ішінде жаңа классрумға сілтемелері бар болу керек. Тыңдағандарыңызға рахмет.